Сәлем достар, сіздің қай кезде де аспаздық бағаңызды көтеретін, мезгіл таңдамайтын, дастарханымызға ерекшелік беретін, әрбір адамның талғамынан шығатын жеңіл салатты біргелікте әзірлейік. Қажетті ингредиенттер: тауық еті, ірімшік, қызанақ, капуста, жұмыртқа, кептірілген нан, майонез. Пекин капустасының жапырақтарын осылай даралап, қатты жерлерін кесіп алып тастаймыз. Жапырақтарды үлкен бөліктерге екі тәсілмен де бөлшектеуге болады. Бірі асхана пышағымен болса, екінші нұсқасы қолымызбен бөлшектеу. Ендігі кезекте ұсақтап туралған сарымсақ пен туралған укропты ыдыста майонезбен қосып, сарымсақ шырыны майонезге сіңгенше араластырамыз. Дайын болған соусты туралған капустамызға салып, шырынды қытырлақ қалпын бұзбау үшін жеңіл ғана араластырып қоямыз. Енді тарелканың үстіне капустаны орналастырайық. Өз талғамыңыз бойынша піскен жұмыртқаны бөліп орналастырыңыз. Қызанақтарды орналастырыңыз. Піскен тауықтың туралған етін орналастырыңыз. Дайын болып қалған салаттың бетіне майонезбен жүргізе әсемдеп шығыңыз. Кептірілген нанды орналастырған соң үгітілген ірімшікті себелеп шығыңыз. Нағыз тәбет ашар салат болды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.